Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ve men vela. Assalamu alaikum bауырлар. Абдал қырағат дәрістен жалғастырамыз. Ад-дарсу садис, 6-шы дәріс. Ад-дуб, аю деген тақырып. Жекеше сөздер әдеттегідей. Дәбун әдет. Әдет жандай, әдет ғұрып дейма жандай. Привычка деген сөз ғой. Әдет. Вахшун жабайы аңдар. Тафтишун деген іздеу. Фатташай фаттишу тафтиш. Сойдун деген аң. Ида кенеттен немесе сол кезде деген мағына, екі мағынасы бар. Көбінесе кенеттен деп қолданады осы тақырыптың ішінде. Хаулун деген қорқыныш. Захфун деген төніп келу. Сорохун айғайлау, айғай. Бір не олу. Жануардың бір жыртқыштың айғай жағындай несі. Жыртқыштың қатты айғайлап несі, қорқынышты даусын сорох дейді. Тасуибун дәлдеу, көздеу. Бонду қиятун мылтық. Итлақун деген ату, расосун деген оқ. Исобатун тигізу, иқтаун деген мүлік кету. Андай тигізе алмау да. Тамауутун деген өлген су, яғни өлген сияқты жату. Өдірттен өліп қалған сияқты жату да. Шаму деген ескеу. Танаффусун деген демалу. Демалу болғанда жандай тыныс алу дейма. Идрорун деген зиян тигізу. Жуссун дене. Жуссун дене. Музах немесе мизах, әзіл. Әзіл қалжың деген мағына. Хамсун сыбырлау, құлаққа бірдеңені сыбырлау. Мурафақа дос болу. Даниюн подлый деген мағына. Бұл негізі қазақшада оңбаған деп айтса бола ма? Төмен. Подлый низкий ғой. Оңбаған деген айта салайық. Филхал сол кезде, сол кезде деген мағына. Дәл сол кезде филхал. Енді сөйлемдер. Сөйлем болғанда бұл жерде бірінші томдағыдай емес, бұл жерде нақты бір оқиға айтылады бастан аяқ. Суреттегі нені жаттап алсаңыздар, біреу үстінде тұр, астында біреуі, яқта аю иіскеп жатыр баланы. Махмудун ва Саидун кана ятаалламани фи мадрасатин вахида. Махмуд және Саид тәлім алатын еді бір медреседе. Вафи фаслин вахидин. Және бір сыныптың ішінде. Яғни бір сыныпта, бір медреседе оқитын, бір мектепте яғни. وكان من دأبهما الخروج إلى الغابة القريبة من القرية. Ауылға жақын бір орманға шығу екеуінің әдетінен еді. لصيد بعض الوحوش الصغيرة. Кейбір кішкентай жыртқыштарды аулау үшін ауылға жақын орманға бару әдет еді дейді. فخرج مرة على عادتهما. Екеуінің әдетіне сай бір күні маррatan бірде шықты екеуі. Хараджа екеуі шықты деген мағына. Бұлай хараджаның өзі болса біреу, ал хараджа деп солса екеуі шықты деген мағына. Шықты екеуі бірде екеуінің әдетіне сай иля тилкал ғаба, сол орманға қарай шықты дейді. Фабайнама хума юфаттишани фил ғабати ани сойди. Екеуі орманның ішінде аңды ани сойд, юфаттишани ани сойд. Аңды іздеп жүрген кезінде орманның ішінде екеуі орманның ішінде аңды іздеп жүрген кезінде ида дуббун язхафу илейхима. Кенеттен аю екеуіне қарай төніп жүгіріп келе жатыр еді дейді. Вахуа ясруху сурохан хаилан. Және де ол аю қатты қорқынышты даусымен айғайлап келе жатыр еді. Яғни жаңа не дейді, жаңа айғайлау дейма аңды. Осыны түсінікті. فأخذ الغلامين
ғуламайни хауфун шадидун. Екі баланы қатты қорқыныш баулады дейді. Енді қатты қорықты екі бала. Екі баланы қатты қорқыныш биледі дейді сол кезде. Фасауаба Махмудун бундуқиятаху иля дубби ва атлақар расаса. Махмуд өзінің мылтығын аюға қарай сауаба көздеді, дәлдеді. Ва атлақар расаса. Содан кейін атты, атлақа ату, расас оқ, яғни ат жүрді дейді, оқты ат жүрді, яғни. Валакиннаху, бірақ та ол зәхаба судан, текке кетті, бос кетті. Валам юсибху, ху, яғни аюға тимеді дейді. Оған тимеді, яғни аюға тимеді, текке кетті оғы дейді. Фарама бундуқиятаху фил хали, сол кезде өзінің мылтығын лақтырып жіберді да дейді. Васаида фи шаджаратин қарибатин минху, өзіне жақын тұрған дараққа көтеріліп кетті дейді, яғни дараққа шығып кетті үстіне, ағашқа, талға. Ва амма Саид, енді екінші дос Саид болса, факана айдан қад атлақа иля дуббир расас, Саид та атқан еді, аюға оқ атқан еді. Ва ақтааху, және де мүлк кеткен еді дейді, тигізе алмаған еді. Ва кана дуббу қад иқтараба илейхи, ал аю болса оған жақындап қалған еді дейді. Фа алқа нафсаху илал ард, сол кезде өзін тастады, өзін жерге қарай, өзі жерге қарай құлады дейді, өзін жерге қарай тастады да, ва тамауата, өлгенсіп қалды дейді, яғни өлген сияқты болып жатып қалды дейді, жерге тастап өзін. Сағид айтады, екінші дос. Бірінші дос талға шығып кетті ғой. Фажаа илайхи дуб, сол кезде аю келдірі оған, өлгенсіп жатқан Сағидқа келдірі. Ва ахада яшуммуху, оны иіскей бастады дейді. Ахада, яғни бада яшуммуху деген мағынада ғой, иіскей бастады. Жаңағы валамма рааху ла ятахарраку ва ла ятанаффас, оны рааху ла ятахарраку ва ла ятанаффас, демалмай және де қимылдамай жатқанын көрген кезінде, ләмма көрген кезінде, яғни аю Саидтың демалмай, қимылдамай жатқанын көрген кезінде, зонна ойлап қалды дейді, аннаху майит, өлі деп ойлап қалды дейді. Зонна аннаху майит, ойлап қалды оны өлі деп. Фатаракаху, және де оны тастап кетті. Бидуни ани юдирра бихи, тастап кетті оны ешқандай зиян тигізбестен. Оған зиян тигізбей тастап кетті дейді. Ләнна дубба ла ямассул джуссал майитата, өйткені аю тиіспейді өлі денеге, майитатан, өлі денеге аю тиіспейді өткен дейді. Валамма захаба дуббу ва ғаба ан а'юнихима, аю кеткен кезінде, аю кетіп, ол екеуінің көзінен тасаланған кезінде, аю кетіп, ол екеуінің көздерінен тасаланған, жоқ болып кеткен кезінде, назала Махмуд, талға шығып кеткен Махмуд досы түсті, минаш шаджарати, талдан түсті. Фақала ли Саидин, Саидқа мумазихан лаху, Саидқа қалжыңдаған сияқты болып айтты дейді. Инни мумазих деген нәжді, мизах дегеннен нәжді не айтып шығып тұрды. Мизах деген сөзден келіп шығатты, мумазих исм фа'ил дейтін беді, осы нәрсені сондай бір несі бар. Мизах әзіл болса, мумазих деген ол әзіл деуші, немесе қалжыңдап жатқан адамды айтады, мумазих деп та. Сол Саидқа қалжыңдап айтты дейді сосын. Инни раайту дубба қада хамаса иля узуника, мен көрдім аюды құлағыңа бірдеңе сыбырлағанын, сенің құлағыңа
сыбырлағанын аюдың көрдім дейді мен дейді. Фәәхбирни мәза қала ләка, маған хабар берші дейді. Мәза қала ләка, саған не айтты дейді. Фәәжаба Саид, сонда Саид фәәжабаху, оған жауап берді Саид. Иннаху қала ли, шын мәнді айтты ол маған, жаңа аю маған айтты дейді. Лақада ахтата кәсиран, сен лақада ахтата кәсиран, көп қателестің сен деп айтты дейді. Бимурафақатика хадал ғулам ад-дани, мына оңбаған баламен достасып көп қателестің деп айтты дейді аю маған. Бимурафақатика деген мағына сөз, бұл баламен достасуыңда көп қателестің деп айтты дейді. Артында ең соңында бір мақал келтірген арабша. Утлубил жара қабла дар, варрафиқа қабла тариқ. Үй сатып алмай тұрып, көршіңе қара қандай адам екен, жолға шықпай жатып, жолдасыңа қара қандай адам екен дейді. Осындай бір мақал. Утлубил жара қабла дар, варрафиқа қабла тариқ. Алла тағала баршаңызға жеңілдік берсін. Түсінбеген жерлерін сұрай жазарсыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.